Құрметті менің көрермендерім, менің каналымның қонақтары, мен бүгін сіздерге Турциядан пәтер алу туралы жалпы ақпарат бергім келіп отыр. Мен өзімнің жүріп өткен жолымды ғана сіздерге түсіндіремін, бірақ басқа да сұрақтарыңыз болып жатса, жаңағы кредит рәсімдеу деген сияқты, оны мен өзімнің жаңағы таныс агент бар, Түләй деген, содан сұрап жауап беруге тырысамын. Сонымен кеттік. Яғни мен жаңа өздеріңізге басында айтқандағыдай, осы Турциядан үй алу дегенде 7 жыл бойы армандаған едім. Сол жаңағы дайындалу, қаржы жинау деген сияқты жұмыстардың бәрі 7 жыл бойы жүрді. Енді сол Құдай бұйыртып, міне 2019-да үйді алдым. Мен Турцияға 2 рет барлауға бардым. Бірінші рет барғанымда мен орыс тілді агенттердің көмегіне жүгіндім. Бірақ олардың маған айтқан бағалары өте қымбат болып келіп жатты. Оғанға дейін мен Турцияда пәтер арзан болып естіген едім. Сондықтан да мен таңғалдым, қалай бұлардың айтқан бағасы Алматы мен Астананың бағасымен бірдей деп. Сосын барып, түрік келіншекпен таныстым, Түләй деген. Сол кісінің бағасы да, көрсеткен қызметтері де маған өте ұнап, ақыр аяғы үйімді алдым, Құдай бұйыртып. Міне сіздердің көз алдарыңызда жаңағы тапу және кадастр бөлімі деген оформление кезі. Сіздерге айтып отырған Түләй міне суретте тұр. Бұл жаңағы купли-продажа дейміз ғой, соны оформлять етіп біткеннен кейінгі қуанышты сәттеріміз. Сонымен Турциядан үй алу үшін ең бірінші ақшаңыз болу керек, ақшаңызды жаңағы доллармен жинағаныңыз дұрыс. Сосын Турцияға келер кезде ақшаңызды бір сенімді туысыңызға, әке-шешеңізге беріп кетесіз. Өйткені бүкіл үлкен соманы сіз наличный дейміз ғой, наличныймен әкеле алмайсыз Турцияға. Өзіңізбен тек қана 10 000 доллар әкеле аласыз, ол декларацияға жатпайды. Қасыңызда адам болса, тіпті 1 айлық сәби болса да, оларға да 10 000 доллар алып жүруге болады. Сонан кейін шетелдік паспортыңыз болу керек, және соннан адресная справка деген анықтаманы аласыз. Бұл анықтама түрік банкасынан счет ашу үшін керек болады. Сол сіздің құжаттарыңыздың бәрін түрік тіліне аударуға, түрік банкасынан счет ашуға жаңағы Түләй көмектеседі. Мен бұл кісінің көрсеткен қызметіне, көмегіне өте разымын. Сондықтан да мен ол кісіні сіздерге, егерде пәтер алғысы келген адамдар болса, сол кісінің көмегіне жүгініңіз деп сеніммен айта аламын. Кейбір түрік агенттері, кейбір агенттер үйді искансыз сатады. Искан дегеніміз техпаспорт, үйдің техникалық паспорты. Ал Түләй өзінің жаңа клиенттеріне ондай қызмет түрін көрсетпейді. Оған сенімді болуыңызға әбден болады. Сонымен өзіңіз көріп отырғандай, міне менің алған пәтерімді көріп отырсыздар. Жеңіл-желпі ремонт жұмысын жасаттым. Жаңағы тазалау, бояу деген жеңіл-желпі жұмыстарын жасаттым. Әлі бәрі орнына келіп 100% жиналған жоқ. Оған қаржы керек деген сияқты. Сол Құдай бұйыртса, ақырындап, жайлап орнына келер, жасатамын оның бәрін. Бұның бәрін неге көрсетіп отырмын? Өйткені бұл шын әңгіме. Мен пәтерді мысалы үшін 46 000 долларға алдым. 3 бөлмелі пәтер. Турцияда пәтердің бағасы шынымен де Қазақстанмен салыстырғанда біраз арзан. Міне Түркияның өзі жасаған жиһаздар, сапалары өте жақсы, маған ұнады. Тағы да сұрақтарыңыз болып жатса, телефон нөмірі беріледі, соған жазыңыздар, қойыңыздар. Турциядағы өмір туралы мен сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге қуаныштымын. Сау болыңыздар.